Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Тағы да Риддер қаласында шу болып жатыр. Тағы да шаңырақ мектебі. Енді оқу жылы басталды. Сабаққа балалар бару керек. Бірақ та шаңырақ мектебінің автобусы жоқ, жүрмейді. Автобус бар, бірақ та жүргізуші жоқ дейді. Осы қыркүйек айына дейін 2 ай, 3 ай болған, жарнама бермеген жүргізуші керек деп. Алдындағы жүргізуші зейнеткерлікке шығып кеткен. Осы көктемде сабақ біте салысымен зейнеткерлікке шығып, жұмыстан шығып кеткен. Себебі 63 жасқа толған адамға автобус жүргізуге балаларды тасымалдауға рұқсат берілмейді. Сондықтан ол кісі жұмыстан шығып кеткен. Енді мына 11-ші мектеп, шаңырақ мектебі мен 11-ші мектеп екеуі бірге оқып отыр. Түске дейін оқиды шаңырақ мектебі, түстен кейін оқиды 11-ші мектебі. Мен айтам, сол жердегі отырған қалалық білім басқармасының басшысы Микульская қайда қарап отыр? Мектеп директоры қайда қарап отыр? Сол 11-ші мектептің шаңырақпен бірге оқитын, түстен кейін бірақта оқитын мектептің. Олардың автобустары бар. Бірақ қазақша, қазақ тілді мектептің балалары зардап шегіп жатыр Риддер қаласында. Оны қалай түсінуге болады? Не деген бассыздық ол? Миға сыймайтын. Микульская, қараңыздар мына мәселені. Шешіңіздер. Облыс білім беру басқармасы Чернышевская, сізді қараңыз. Әкім облысы, Риддер қаласының әкімі. Мына мәселені шешіңіздер. Көп балалы ата-аналар маған шағымданып отыр. Әкімшілікке бардық, анда бардық. Енді бүгін ба, кеше ма? Кеше ғана жарнама салыпты. Бізге жүргізуші қажет деп. Қалай ол? Бір қазақ тілді мектептің құқығын таптамаңыздар. Сол 11-ші мектептің жүргізуші бар ма? Ол түстен кейін ғана әкеледі балаларды, түстен кейін апарып тастайды. Сол жүргізушіге жарты ставкасын беріп, таңертең сол шаңырақтың мектебін оқушыларын әкелтіп, түсте апарып тастап, сол 11-ші мектептің оқушыларын алып келуге мүмкіншілік бар. Соны неге қарастырмайсыздар? Мына масқараны, мына бассыздықты тоқтатыңыздар. Шаңырақ мектебінің өзі бар ғой, мына жыры бітпейді ғой деймін. Жылда өзі бір қызық басқа сыймайтын проблемалар туып жатады. Салып жатқан мектептің әлі фундаменті салынған жоқ қой деймін. 180-200 мың теңге жалақы төленетін жүргізуші қажет деп жарнама шығыпты енді. Сол автобустың жоқ болғандығынан балалар мектепке бара алмай жатыр. Немесе таксимен 4 баласы, 6 балалы ата-аналар хабарласып жатыр. 6 баласы бар ата-аналар. 4-өө мектепке барады. Ойлаңыздар. Таксимен жіберсек дейді, ары 2000 теңге дейді, бері 2000 теңге дейді, 4000 теңге. Сонда немне? Таксиге жұмыс істеп отыр ма? Таксиге пособиясын бар, алып отырған жәрдемақы өкіметтікі. Таксиға кету керек па? Әкімшілік Риддер қаласын. Қолға алыңыздар мынаны. Жәнегі Микульская, қолға алыңыздар мынаны. Бассыздықты тоқтатыңыздар.